Әжей сырқаттанып оған дәрі ішу керек. Әжеңнің ыстығы қайту үшін плевроз ішу керек. Кешіріңдер, бірақ бұл дәрі менің дүкенімде жоқ. Оны Мейнфилдтен алдыруым керек. Ендеше тапсырыс беріңізші. Алайда дәріні алып келе жатқан поезд қалың жауған қардың салдарынан тұрып қалды. Ыстығы басылмады ма? Сулы орамалдың өзі көмектеспей жатыр. Бірақ Хайдидің атасы әжейдің өмірін сақтап қалу үшін боранға қарамастан дәріні алып келді. Әшең апарып бер. Қалыңыз қалай? Жақсымын, қызым. Әжей! Мектептегі емтихан. Қане, Тереза, тездетсеңші. Жақсылап ойлансаңшы, Тереза. Егер сенде 75 ешкі болса, табыныңда қанша мүйіз және қанша сирақ болады? Білетіндерің бар ма? Peter, there are 150 horns and 300 legs, sir. That's right, Peter. Very good. But can you tell me how you got to that result? Әрбір ешкіде 2 мүйіз 4 сирақ бар. Сондықтан, мүйіз санын білу үшін 75-ті 2-ге көбейттім. Ал сирақ санын білу үшін 75-ті 4-ге көбейттім, мырза. Өте жақсы. Ендеше есептің шешімін тақтаға жаз. Тереза, орныңа отыр. Ешкілерді санаған оңай ма екен? Ақымақ ешкі. Мені таңғалдырдың, Питер. Биылғы оқу жылында көп нәрсе үйреніпсің. Рахмет сізге, мырза. Иә, Питер бұл жолы озат оқушыларға арналған емтиханға дайын секілді. Солай ма? Жоқ, емтиханнан жақсы бағалаймыз ғой. Тынышталыңдар. Рахмет, Питер. Орныңа отыруыңа болады. Тереза, Карл, Фрэнни, Питер, Эмма. Емтихан ертең болады. Одан кейін жазғы демалысқа шығасыңдар. Дайынсыңдар ма? Әрине дайынбыз. Тамаша. Хайди. Требер мырза, мен емтихан тапсырмаймын ба? Демек мен жазғы демалысқа шықпаймын ба? Жоқ, Хайди. Сен де басқалар секілді жазғы демалысқа шығасың. Емтихан жоғарғы сыныптар үшін. Ал сен бірінші сыныпты аяқтадың. Сондықтан емтихан тапсырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Былтырғы жыл секілді жеңімпаздарға кітап беріледі. Мұнда таулар мен олардың сұлулығы туралы жазылған. Және күміс тиын. Жазда не істейсің мектепте? Кітапты ертең сен жеңіп алсаң екен. Қызықты кітап сияқты. Иә, оған қоса күміс тиын берем деді. Былтырғы жылдан да жақсы тапсырсам ғой. Емтиханда Питер жеңіске жетеді деп ойлайсыңдар ма? Бұлай деуге қалайша аузың барды, Уильям? Жоқ, мен математика сабағын жақсы біледі ғой. Әрине білет. Өйткені ол ешкілерді жақсы білет. Алаңдаудың қажеті жоқ. Ол озат оқушы емес, бақташы болуға жаралған. Требер мырзаның сенің оқуға деген талпынысыңды байқағаны жақсы болды. Осының бәрі сенің арқан. Сенімен бірге сабақ оқысам болды. Қиын деп ойлағандарының бәрі оп-оңай көрінеді. Франкфурттағы әжемнің үйреткені ғой. Сабақты қызыққа толы етіп оқысаң, бәрі есте қалады. Ендеше қазір солай жасайық. Бұл жолы Терезаны басып тұрып озғым келеді. Жүріңіз, құрметті ұстазым. Рахмет, білімді шәкіртім. Соңғы тапсырмаға келдік. Саялы бақ сөзі қалай жазылады? С-А, Я, Л, Ы, Б, А және Қ. Саялы бақ. Мынауың тым оп-оңай ғой. Басқасын айтсаңшы. Күрделірегінен. Таптым. Тыңда. Қиянатшыл. Қ, Ы, И, А,
Н-А-Т-Ш-Л. Қиянатшыл. Расменде қиын екен. Тағы бір көрші. Бұл сөзді жазғанда 9 әріп жазылуы тиіс, Питер. Қиянатшыл. Сонда бұл сөзді жазғанда 9 әріп жазылады. Қи сөзін жазғанда қи болып жазылады. Ал я буыны әрине я болып жазылады. Демек сен бұл жолы мені шатастырмақшы болғансың. Мені шатастыра алмайсың. Сонымен қиянатшыл. Қиянатшыл. Солай ма? Мен таптым. Бұл сөзді ешқашанда ұмытпаймын. Уақыттарыңыз жақсы өтсін. Мен түстен кейін бірақ келем. Бүгінгі емтиханыңды жақсылап тапсыр. Мен сені мақтан етем. Рахмет, апа. Күніңіз сәтті болсын, апа. Емтиханыңды ойдағыдай тапсыра ғой. Қолыңнан келеріне сенімдімін. Ешкілерді суардың ба? Оны өзім ақ суаратын ем, бірақ жәрменкеге үлгеруім керек. Я, ұмытып кетіппін. Ойымның бәрі емтихан болып кетіпті. Қазір суарам. Ол оп-оңай. Менің емтиханға дейін біраз уақытым бар. Goldfinch! Ерке! Goldfinch! Ерке дейм! Қайда кетіп қалған? Ешкілер орнында жоқ. Не? Қалайша? Түнде біреу қораның есігін ашып кеткен сияқты. Кім болуы мүмкін? Қыстақ тұрғындарының бәрі біздің ешкімен күн көріп отырғанымызды біледі. Ендеше оларды іздеп келейін. Бәлкім алқапта жүрген шығар. Бірақ мектептегі емтиханың не болады? Ой, бара алмаймын. Мен үшін ешкілерді тапқан маңыздырақ. Саған көмектесерем, бірақ баратын пойызды жібере алмайым. Кешір. Айына бір болатын жәрменкені жіберіп алуға болмайды, апа. Алаң болмаңыз. Мен бақташ емеспін бе? Демек ешкілерді табу менің міндетім. Ешкілерді тапқан соң емтиханыңа баруды ұмытпа, жарай ма? Goldfinch! Ерке! Қалай тапсырады? Балалар, тынышталыңдар. Питер әлі келмеді ме? Шоқ арада келетініне сенімдімін, мырза. Мен де солай ойлаймын. Емтиханды бастайтын уақыт болды. Жақсы, ендеше бастайық. Бірақ Тревер мырза, Питер әлі келген жоқ қой. Ол қазір келіп қалады. Біраз күте тұруға болмай ма? Бұлай жасағанымыз әділетті емес. Біз болсақ уақытында келдік. Оның кешіккеніне кінәлі емеспіз. Бірақ емтиханды тапсыра алмайтынын біліп келмеген шығар, қорыққаннан. Қане, тынышталыңдар. Питер қорықпайды. Бір жағдайдың болғаны анық. Хайди, орныңа отыршы. Бірақ өтінемін, мырза. Питер емтиханнан өту үшін түнімен дайындал. Бір жағдайдың болғаны анық. Қаласаңыз оны тауып келейін. Жоқ, Хайди, ешқайда да бармайсың. Сөзді қойда, орныңа отыр. Ана қой. Мырза, ол қашып барады. Хайди! Хайди! Ерке! Goldfish! Ерке! Олардың алқапқа кеткен анық. Бұл кім? Бұл менмін, әжей, Хайди.
қой құлыным. Сәлеметсіз бе әжей? Хайди қызым, қалың қалай? Жақсымын әжей, Питерді іздеп жүрмін. Мектепте емтихан басталды, ал Питер әлі келген жоқ. Ол ешкілердің соңынан қуып кетті. Түнде біреулер қораның есігін ашыпты. Не? Питер іздеуге кетті. Алқапта жүрген шығар. Мен оны іздейін. Құдай шар болсын, Хайди. Goldfish! Ерке! Қайдасыңдар? Hey, үшінші тапсырманы айтшы. Не? Саған не керек? Маған айтыңдар. Ақымақ, көшіргеніңді қой. Тыныш, емтихан кезінде сөйлесуге болмайды. Питер! Голдфинч? Қайдасыңдар? Емтиханнан кешігіп қалдым. Енді сендерді жоғалттым. Голдфинч, ерке, мұнда екенсіңдер ғой. Жақсы болды, сендерді ойлап уайымдадық. О, қасқыр! Құдайым-ай! Goldfinch! Ерке! Az kaldı. Hazır. Kışkene şurada. Bosadın. Sen екенсің ғой. Мен танымадың ба? Сені құтқарғанмын. Қақпанға түсіп қалғансың, есіңде ме? Ал біз сені босатып, анаңа апарған болатынбыз. Аяғың жазылып кетіпті. Тіпті ақсамайтын бопсың. Тамаша, таниды екенсің. Жарайсың. Бұлар менің досымның ешкілері. Оларға қиянат жасағаныңды қаламаймын. Түсінесің бе? Жоқ! Әй, қасқыр! Кетермен! Ешкілерімді жайына қалдар! Питер, Кетпеймін жоқ! саған! Хайди, сен... Таяғыңды таста да орныңнан қозғалушы болма. Бері қара. Тез арада үйіңе барғаның дұрыс. Жарай ма? Эдельвейс шатқалындағы орманнан азық табатыныңа сенімдімін. Бәрі бітті. Қасқыр кетіп қалды. Сен батырлық таныттың. Екеуің де. Сендер қайда болдыңдар? Үйде неге кетіп қалдыңдар? Қасқырды қалай қуып жібердің? Ол адам екеуміз 2 жыл бұрын құтқарып қалған бөлтірік. Өзі өсіп қалыпты. Иә, бірақ саған шабуыл жасаса қайтер едің? Жоқ, ол мені таниды екен. Ал сен мұнда не істеп жүрсің? Сені тауып емтиханға апару үшін келдім. Құттықтап жатсың, ерке. Жүр, ешкілерді қораға апарып қамайық та тездетіп мектепке барайық. Саған емтихан тапсыру керек. Бірақ мен кешігіп қалдым ғой. Болған жайды Тревер мырзаға айтып берсек, ол түсінеді. Рас айтам. Жарайды. Тездет!
Хайди, мен кешіктім. Олар тапсырып қойыпты. Мұнымнан түк шықпайды. Бұлай беріле салма. Алдымен Трейбер мырзамен сөйлесейік, ол не дер екен? Жүрсеңші. Иә, кішкентай ақымақтың кімді әкелгенін қара. Ақымақ ешкі. Емтиханнан кешігіп қалдың. Кешір, Питер. Келесі жылы бағыңды сынап көр. Ештеңе етпейді. Біз барымызды салдық, Питер. Бәрі бітті. Хайди, қара. Нені? Терезаның аяқ іздері. Голфинчті қорадан шығарып жіберген сол екен. Қорадағы аяқ іздері осындай. Сенімдісің бе? Әрине. Сұрақтың бәріне жауап бердім, бірақ қиын болды. Иә, қиын болды, бірақ... Тереза! Питердің қорасының есігін әдейі аштың ба? Не? Сен не деп тұрсың өзі ақымақ ешкі? Сен екеніңді білемін. Қақпаның алдында дәл осындай аяқ іздері жатыр. Тереза, Неге бұлай жасадың? Мен ештеңе жасаған жоқпын. оның емтихан тапсырмағанын қаладың ба? Ештеңе жасаған жоқпын, айтып тұрмын ғой. Байғұс ешкілерге қасқыр шабуылдай жаздады. Олар орманға кетіп қалды. Оларды жеп кетсе не істер едің? Хайдиге де шабуылдау мүмкін еді. Мұнда не болып жатыр? Хайди, Питер, Тереза, Питер емтиханға қатыспас үшін ешкілерін босатып жіберіпті, Трейбер мырза. не? Тереза, айтқаны, расымен де солай жасадың ба? Мен... Иә, бірақ... Ешкілерге қауіп төнеді деп ойламадым. Питер оларды тауып келеді деп ойладым. Өтінем, кешіріңізші. Жылама, Тереза. Қайта ешкімге зақым келген жоқ. Бастысы осы емес пе? Кешіріңізші мені. Ешкілерге қауіп төнгенін қаламадым. Мен емтиханнан жеңіске жеткім келген. Анам өмірде бірінші рет болса да мені мақтас екен дедім. Ендігәрі бұлай жасаушы болма. Әйтпесе жауап бересің. Сабаңа түс, Питер. Иә, Тереза. Мұна естігендерімнен кейін саған таң қалып тұрмын. Қателігіңнің кесірінен ешкілер зардап шексе қайтер едің. Кешірім сұрайым. Бұлай болады деп ойламадым. Бұл қылығың үшін әлі атанаңмен сөйлесуің керек. Жүр, Питер. Емтиханға дайынсың ба? Сонымен, Питердің емтиханы қалай болды? Ол емтиханға біраз кешігіп қалды. Алайда бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Емтиханның нәтижесін ертең айтады. Кешікті ме? Не үшін? Негізі ол өте ұзақ әңгіме ата. Солай-ды. Ендеше кешке тамақ кезінде айтып бересің, жарай ма? Жарай, қарным қатты ашты. Үйге кірейік. Мен аяқтадым, мырза. Рахмет, Питер. Енді үйіңе бара ғой. Иә, Питер? Маған мүмкіндік бергеніңіз үшін рахмет, мырза. Осылай әділетті болады, басқаша жасау мүмкін емес еді. Қане, тезірек үйіңе бар. Жақсы, тынышталыңдар. Емтихан нәтижесін хабарлайым. Ең алдымен Тереза. Кешір, бірақ саған 2 қоюыма тура келді. Не үшін екенін білетін шығарсың. Расменде 2 ауыр көзіне де сол керек. Жоқ. Ал қалғандарыңа келетін болсақ, жарайсыңдар. Жазған жұмыстарың көңілімнен шықты. Бірақ жеңімпазымыз біреу болғандықтан, биылғы озат оқушымыз Питер. Біліп едім. Сен үшін сондай қуаныштымын. Мен бар күшімді салған жоқпын, сондықтан жол боп кетті. Әйтпесе жеңімпаз мен болар едім. Иә, дұрыс айтасың. Келесі жылы жеңімпаз болуға тырыс. Питер, келіп сыйлығыңды ала ғой. Рахмет, мырза. Сен көп еңбектендің. Жарайсың, Питер.
ала қой. Мынауың керемет екен, Питер. Мен сені мақтан тұтам. Ешкіңді де таптың, емтиханнан да өттің. Бәрі бір күнде. Мұның бәрін жасаған Хайди. Ол болмағанда ешкілерімді таба алмай жүретін едім. Ал Тревор мырза емтихан тапсыртпас еді. Бірақ сен көп еңбектенгеннің арқасында емтиханнан жеңімпаз атандың. Ең маңыздысы осы. Маған кітабыңды оқып бересің бе? Өзі бір қызық кітап секілді ғой. Әрине, әже. Тау, жер бетіндегі ең әдемі әрі бай жаратылыс. Гүлдерге, жан жануарлар мен сұлу алқаптарға бай орындардың бірі. Алайда, жер бетіндегі ең керемет қазына ол аңыздар мен әңгімелер. Уильям Теллдің қызықты әңгімелері былай дейді.